Саламатсыз ба, Ершат мырза? Жағдайыңыз қалай? Алла разы болсын сізге. Бірінші алғысымды айтайын. Рахмет көп. Мен 7 жылма болды. Менде 1,5 сантиметр деп айтқан сол кезде 7 жыл алдын. Белде грижа бар, 8 көзімде. Бірақ емделмеймін да. Ауыр көтермей өзім сақтап жүретін едім. Кеше жақында сол 10 күн алдын ұстағанда сол кілт етіп ұстады. Содан отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын. Кәдімгідей отырсам айқайлап тұрамын ғой. Жаным шыға жаздады. Сосын сізді көріп тұрамын ғой. Бірақ естіп отырамын, көремін сізді, ішпеймін да. Касторовый мен лимонды. Сізді 2 жылдан бері көремін болмаса. Сосын қой, мына нені ішіп көрейін менде, Құда қаласа. Осыдан аман есен жазылып кетсем, Алланың разылығы үшін семейіне ішейік дедім да. Бісміллә деп бастадым. Сосын үлкен балам жұмыста, алыста. Қызым оқуда, универде оқиды үлкен қызым. Оларға да беруім керек негізі. Олар алыста, менен алыста болғаннан кейін үйге келмейтін болған соң үйдегі бір қыз, бір балам бар. Осы балам мен қызымды демалыста бастадым, субботадан бастап. Мектепке бармай жатып бастап көрейінші қалай болады бұларға деп. Аш қарыңа, азан емес, обедкі уақытта қызым 16 жас, балам 11 жас, папамыз 47 жас, мен өзім 45 жас. Сосын төртеуміз де іштік. Балама қызыма беріп бастадым, субботадан, воскресенье өзім бастадым. Понедельник күйеуім айтты, мен де ішіп көрейінші. Арар кезде құт жыбырлаған сияқты болады деді. Сосын барлығымыз ішейікші деп, сонымен барлығымыз бастадық. Бісмілләмізді бастап ішіп. Сосын күйеуімді 7 күн, өзім 7 күн, 2 бала мен қызға 5 күннен бердім. Сіздің айтқаныңыздай. Балдар сол бірінші күн, екінші күн іші өтті. Сосын арғарап іші өткен жоқ. Күнге 1 рет, 2 рет шығып тұрды бірақ. Жақсы. Аппетиттері балдардікі жақсы болды да, біз екеуміздікі кәдімгідей қарнымыз тоқ сияқты болып 2-3 күн жүрдік. Одан кейін жақсы, аппетитіміз де жақсы. Кішкене 1-2 килограмм азыппын мен, жақсы болыпты. Ол жағы да бар, жақсы жағы. Кейін папамыз айтты, со жыбырлаған қойып жаным кіріп қалды деді. Сосын мен тұра бастадым орнымнан. 3 күннен кейін уже белім қоя бастады. 7 күн іштім, кәдімгідей тақ қойды ғой. Бел грижасын қайтемін, не істеймін, емделемін ба, барып больницаға жатамын ба, сосын көрейінші деп, со касторовый мен лимонды ішіп көрейінші деп көрдік. Семейін ішіп, Аллаға шүкір, жаман емес, жақсымыз. Сізге отзывымды айтып қояйын дедім. Алла разы болсын, рахмет. Папамыз да жаным кіріп қалды, жеңіл болып қалдым деді. Мен де көзім кәдімгідей жап-жарық, белім тақ қойды 3 күннен кейін. Кәдімгі жұмысымды істеп жүрмін. Тіп-тіке жүрмін, қамыр жай алмай қалдым, отырсам тұра алмай қалдым. Оның барлығын істеп жатырмын. Аллаға шүкір, жақсымыз. Сізге рахмет. Көп. Аман жүріңіз. Осы біздің жақсы отзып. Алла разы болсын. Көп рахмет сізге, Ершат мырза. Күніге сізді көріп отырамын промойда.